өз көзқарасыңызды сақтаңыз. Лайым бізді сүйетін, рақымын төгіп, мәңгілік жұбанышпен үзілмес үміт берген, иеміз Иса Мәсіх пен Құдай әкеміздің жүректеріңізді жігерлендіріп, сендерге іс жүзінде де, сөз жүзінде де ізгілік жасауға күш бергей. 2 Салоникалықтар 2 тарау 16 аят. Мырза, сіңілімнің барлық жұмысты маған қалдырғанына жайбарқат қарап отырсыз ба? Луқа жазылған із хабар 10 тарау 40 аят. Марта қиыншылыққа тап болды. Оған үзіліс қажет еді. Марта, Марта, сенің уайымың да, бейнетің де көп, деп ұстаз оған түсіндірді. Ал керегі бірақ нәрсе ғой. Мәриям игілікті жағын таңдап алды. Оны содан ешкім айыра алмайды деді. Луқа жазылған із хабар 10 тарау 41-42 аяттар. Мәриям нені таңдады? Ол Мәсіхтің аяқ жағында отыруды таңдады. Құдай одан тыным таппай қызмет еткеннен гөрі, шынайы қызметшінің тыныш қана, оған назарын аударуына риза болды. Қызмет түрінен гөрі маңызды нәрсе осы қызметтегі жүрек. Нашар қарым-қатынас біздің Құдайға арналған құрбандық үстелінде қалдыратын сыйды бұзады. Ол әлі де жартасты жылжытады.